Саламатсыздар ма? Бүгін біз қызымыз екеуміз үй жағдайында ірімшік дайындадық. Ол үшін сиырдың таза сүті, содан соң сүзбе, ең басты зат осы екі зат 400-400 граммнан керек болады. Бірінші осы сүзбемен сүтті кастрюлемізге салып 3-4 минут қайнатамыз. Оны асты жауыспау үшін әбден былғап тұру керек. Содан соң сүзбеміз қоюланғаннан кейін көк суға айналады сүтіміз. Содан кейін оттан түсіріп алып, через сито өткіземіз кастрюлемізге. Содан соң бағанағы сүзбемізді алып, қайтып кастрюльге саламыз. Кастрюльге салған сүзбемізге содан соң жарты қасық шай қасықпен тұз, 1/3 шай қасықпен ас содасын, сосын сары май салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жай отқа қойып, асты жауыспау үшін тез араластырып 2-3 минутқа отқа тез қойып араластырып аламыз. Сол кезде ас содасы бағана сүзбемен реакцияға түсіп, сырға ірімшігімізге айналады. Тез оттан түсіргеннен кейін былғап бағанағы бір кішкене шыны ыдысымызға май жағып, астына айналған сүзбемізді, ірімшігімізді ішіне салып, қолмен престеп, үстін пищевой пленкамен жауып, суытып қоямыз. Суығаннан кейін холодильникке қойып, одан кейін сырымыздың, ірімшігіміздің дәмін көреміз. Осымен ірімшік дайын.